Күн қонақ бөлмедегі көлеңкені тарата алмай, кіргендерді де жылыта алмады. Күмісай күйеу жігітіне алаңдай қарап тұрды. Осы үйдің табалдырығынан аттаған сәттен-ақ бір суықты сезгендей болды. Кондиционер жоқ, ал үй қызметшісінің қонақ бөлмеге бара жатқанда лақтырған көзқарасынан қабылдаушыны тез аңғару керек еді. Мұнда тым салқын еді, деді ол. Жүр, Күмісай, деді Мақсат. Оның қолын демеу беріп, бұрынғыдан да қатты қысты. Ата-анам сөйлескісі келеді. Олар үйдің солтүстік бөлігіне өтті. Мақсаттың әкесі, Жасұлан мырза, кабинеті оған бұрын да талай рет көрінген еді. Асыл емен ағашымен безендірілген бөлме қызға қараңғы үңгірдей сезілді. Тіпті ауаның өзі ауыр, биліктің иісіне сіңіп кеткендей еді. Үлкен үстелдің ар жағында көздерінде жаулықтан басқа ештеңе көрінбейтін еңселі, ақшыл шашты ер адам отырды. Оның креслосының артында мүсіндей қимылсыз Мақсаттың анасы тұрды. Отырыңдар, жастар, деді Жасұлан мырза, жымиусыз бас изеп. Мақсат асығыс Күмісайға орындық әкеліп отырғызды да өзі тік тұрып қалды. Күмісай өзін ыңғайсыз сезінді. Өзі ала алатын ең жақсы көйлегі бұл жерде тым қарапайым көрінді. Қолын қайда қоярын білмеді. Ақыры оларды бір-бірінің үстіне қойып, сәл тынышталды. Мақсат, отбасылық түскі ас болмайды, әңгіме бар, деп бастады. Жасұлан мырза саусақтарын қарнының үстіне айқастырып, мұздай көзқарасын тура Күмісайға қадап. Артық сыпайылыққа уақыт жоғалтпай, бірден іске көшемін. Сен соған лайық емессің. Күмісай жүрегі әлденеге қысылып, селк етіп қалды. Мақсаттың әкесі сөзін жалғастырды. Сен менің қағидаларымды білесің, балам. Мен саған қалағаныңның бәрін бере аламын. Бірақ оның орнына біздің әулетті табысқа жеткізетін ережелерге бағынуың керек. Ер адам Күмісайға әдейі ұзақ уақыт басынан аяғына дейін көзбен шолып өтті. Кемшілігі бар тауарды бағалағандай. Менің ұлым мұрагер. Ешқашан менің мұрагерім ауылдың қызына үйленіп, бұл үйде сиырдың иісі мен ауылдың иісі аңқып тұруы мүмкін емес. Мақсат басын шұғыл көтеріп, ашудан жүзі қызарып кетті. Ал Күмісай болса, қозғалып да тіпті тыныс алуға да қорқып, үлкен жанжалға себеп болып кетпес үшін үрейлене үнсіз қалды. Әркім өз ортасынан таңдау жасауы керек. Мақсат, деп даусын көтерді Жасұлан мырза. Әке, бұл талқыланбайды, деп Мақсат нық айтты да ата-анасына өз шешімін көрсетіп, қалыңдығының иығына қолын қойды. Мен Күмісайды жақсы көремін, және оған тіл тигізуге жол бермеймін. Тағы бір нәрсені білуіңіз керек. Біз бала күтіп жүрміз. Әкесінің жүзі түнеріп, қастары түйілді. Күмісайға ол қазір ауыр графинді тура өзіне лақтырып жіберетіндей көрінді. Сол сәтте креслоның артында Мақсаттың бойы аласа, арықша анасы қараңғы жабық көйлекпен үнсіз шыға келді. Ол үстелге жақындап, бір түрлі жасанды қамқор күлкісімен ұлына қарата сөйледі. Мақсат, балам, мұндай ешқандай мәселе жоқ. Мұны қазір-ақ тез әрі еш салдарсыз шешуге болады. Кез келген уақытта. Әкең екеуміз сенің абыройыңды осы лас тақтан тазарту үшін ешбір ақшаны аямаймыз. Мақсат шыдай алмады. Күмісай да шыдамады. Ол бетін алақандарымен жауып, иықтары үнсіз жылаудан дірілдеп кетті. Қайғы мен қорқыныш оны басып қалды. Ол Мақсаттың махаббаты осы қысымға шыдамай, дәл осы жерде одан бас тартып кете ме деп қорықты. Мақсат оны өзіне қаттырақ қысып, Күмісайдың төбесінен оның даусы анық әрі қаттырақ естілді. Мен оны жақсы көремін, әрі одан да біздің баламыздан да бас тартпаймын. Бүкіл әлем төңкеріліп кетсе де, мен олармен бірге боламын.
Әкесі креслодан атып тұрып, жұдырығымен емен үстелді бір ұрды. Соның салдарынан графиндегі су дауыл кезеңіндегідей шайқалып, стакандар секіріп сыңғырлады. Жарайды қырсық, сенің дегенің болсын деп күңкілдеді ол, жүзі ашудан бұрмаланып. Естіп тұрсың ба, мен сені мұрагерліктен айырамын, толығымен. Сен ақылыңа келіп, осы масқарадан арылғанша. Бар да өз махаббатыңмен кедейлікте, ауылда, лас жерде, соңғы адамдардай өмір сүр. Мақсат сөзін аяқтағанын күтпей, Күмісайды көтеріп алып, бір ауыз сөз айтпастан кабинеттен шығарып әкетті. Ол оны қолынан жетелеп үйден алып шықты. Жолда бозарып тұрған үй қызметшісін сәл қалдырып кете жаздады. Соңында есікті сондай күшпен жапты. Көрші терезелердің әйнектері. Мұнда осы жерге кел, деді ол. Олар жалдап тұрған пәтеріне қайтып келе жатты. Екеуі де еңселері түсіп, әрқайсысы өз ойымен әлек еді. Күмісай күйеу жігітіне тиіспеді. Өйткені оның үйімен үзіліс жасауынан қандай жан күйзелісін бастан кешіп жатқанын түсінді. Кең жалдамалы пәтерде Мақсат төсекке құлай кетті де, бір нүктеге қадала, бос көз қараспен ұзақ жатты. Күмісай оған жақындап, абайлап қасына отырды да, қолына нәзік дейіп, бізге сөйлесу керек. Жігіт селк етіп, ұйқыдан оянғандай, көңілінде күйініш пен күйдіргіш реніш бар көздерімен оған қарады. Мұнда не туралы айтуға болады, Күмісай, деп тұнжырай жауап қатты ол. Бәрі айтылды. Мен енді кедеймін, тірі атанам бар бола тұра жетіммін. Олай айтпа, деді Күмісай басын шайқап, оның қолын өз құрсағына апарып. Сен кедей емессің. Қасыңда мен және біздің баламыз бар кезде. Ең бастысы, сенің ерік жігерің мен ар ұжданың бар. Сен мені қорғадың. Рахмет саған, жаным. Ол терең дем алып, көз жинап, тура оның көзіне қарап, сөзін жалғастырды. Бірақ мен сенің не шешкеніңді білуім керек. Сен ересек адамсың, және сенде таңдау бар. Отбасыңды жалғыз өзің асырап көруге дайынсың ба әлде бұрынғы тоқ жайлы өміріңе қайтасың ба? Ол бірдеңе айтпақ болды, бірақ Күмісай кенеттен алақанын көтеріп оны тоқтатты. Ең дұрысы, шындықты айт. Мен мықтымын, шыдаймын. Қандай шешім қабылдасаң да, қабылдаймын. Бірақ біл, мен бұл баланы сақтап қаламын. Өйткені ол біздің махаббатымыздың жемісі. Ол олардың қатыгездігіне кінәлі емес. Мақсат тыңдап отырды, әрі оның әр сөзімен жүзіндегі әлпеті өзгеріп отырды. Күйзелістен айқын батылдыққа дейін ол орнынан көтеріліп отырып, оның қолын қатты қысты. Күмісай, мен ол кабинетте айтқан сөздерімнің бәрі шындық еді, деді ол нық үнмен. Мен сені және біздің балаларымызды жақсы көремін. Болғанның бәрі мені тек соған көз жеткізді. Әттең, қалай өмір сүремін, әкесіз бе? Мен сенсіз ол үйге қайтып бармаймын. Сосын қымбат интерьері бар кең бөлмені шолып, ащы мысқылмен күлімсіреді. Рас, бұл зәулім пәтермен де қоштасуға тура келеді. Әкем бұларды мен үшін әрі қарай төлей береді деп ойламаймын. Енді өз маңдай керімізбен тапқанға өмір сүруге тура келеді. Бірақ бәрі көрінгендей жаман емес. Жігіт серпіле тұрып шкафқа жақындады. Ішінен салмақты темір қорапты алып шықты. Университетте оқып жүргенде маған шығынға жіберген ақшаларын біразын жинап қойғанмын. Ақмақ емеспін ғой. Әкем ойлағандай бәрін шашып жіберген жоқпын. Ол қорапты ашты. Ішінде ақша жатты. Бізде қор бар. Күмісай, алғашқы уақытқа жетеді. Әйтеуір бір кезеңде өткізіп алармыз. Ақырында мен жақсы білім алдым, жоғалмаймын. Күмісай осы ауыр күнде алғаш рет жеңіл тыныс алды. Мақсат жымиып тұрды.
бір айдан соң олар өздерінің көрінбейтін үстелмен кішкентай жалдамалы пәтерге көшті. Әлі жүктіліктің әсері сезілмей тұрған кезде Күмісай азық-түлік дүкенінде кассир болып жұмыс істеді. Ұзақ кезектерді төзімді көтеріп жүрді. Осы уақытта Мақсат жұмыс іздеді. Бір кеште Күмісай шаршап жұмыстан қайтып келе жатқанда, оның жанында қымбат көлік тоқтады. Жас әйел өтіп кетпек болды, бірақ терезе үнсіз шыңқылдап төмен түсті. Одан Мақсаттың әкесі, жыртқыш аңдай көрінетін адам, шығып қалды. Күмісай асықпа, деп бұйрықтап айтты ол. Оны жаман жасыра алмайтын қарғысына толы көз қараспен қарап, мені мұқият тыңда. Күмісай тоқтап оған қарай басты. Сен ақылды қызсың, Күмісай. Сен не күтіп тұрғанын түсінесің бе? Ол да сен де кедейлікте азап шегесің. Менің сыншыл ұлымның өмірі бұзылады. Сен мұны қаламайсың, солай емес пе? Ол ішкі қалтасынан қалың конверт алып, сілкілеп көрсетті. Оны таста, алда кет. Мен саған өмір бойы таппаған ақшаңның бәрін беремін. Бақытқа жету үшін саған қанша керек? Сол үшін ол өміріңнен жоғалып кетсін. Күмісай сенімді ер адамға қарап тұрды. Оның жан дүниесіндегі ешқашан құлшылық та, қорқыныш та жоқ еді. Тек сабырлы, қадір қасиетпен беріктік бар еді. Оны байқаған жоқ сияқты көрінген жігіттің әкесі кедей ауыл қызының бойында осындай қасиетті күтпеген еді. Маған сендердің ақшаларың керек емес, деп Күмісай тыныш анық айтты, басын шайқап. Оның тыныш, шешімді бас тартуы айқай мен даудан да күшті соққыдай болды. Мақсаттың әкесі қызарып кетті. Ашуы оның бетін тағы да бұрмалатты. Ақымақ әйел, қараңдар, енді екеуіңе. Аштықтан қарным тітіркегенде қайта келерсіңдер, деп айғайлады ол. Терезе көтеріліп, оның ашулы жүзін жапты. Көлік қозғалып, бұрылыс артында жоғалды. Күмісай толғаныстан дірілдеп үйге қарай жылжына берді. Бірден Мақсатқа кездескенін айтып берді. Оның әңгімесін тыңдаған Мақсат сасқалақтады, бірақ шешімі одан сайын күшейді. Ол ойлады. Ол сені сауда затындай санайды, деп ашуланды Мақсат. Ол біздің махаббатымызды сатып ала аламын деп ойлайды. Бірақ бәрі білсін, сен менің әйелімсің. Болды, бітті. Ол оған мейірімді көзқараспен қарады. Күмісай, үйленейік, кешіктірмейік. Мерекесіз, куәгерсіз, ешкім бір сөз айтпайтындай етіп. Келсесің бе? Е, келсемін, деп күлімсіреді Күмісай. Бір ай және бір күннен кейін олар ресми түрде үйленді. Ал сол уақытта Мақсат сұхбатқа барып дипломын көрсетті де, ақыры қарапайым кеңсе қызметкері болып орналасты. Бірнеше аптадан кейін ол үйге ертерек оралды. Күмісай демалыста болатын. Мен жұмыстан шықтым деп келіп еденге кіре бергенде 20 литрлік алып қазанын қойды. Күмісай ас үйдің ортасында тұрып қалды. Сен жұмыстан шықтың ба, деп таң қалды ол. Күмісай, сен не істедің? Біз қалай өмір сүретін боламыз? Бірнеше айдан кейін мен жұмыс істей алмай қаламын. Мақсат түсінбейтіндей қимастай көзін қағыды. Қандай романтика керек? Таразы келді, түсінесің бе, деді ол. Қауіпке аттанайық, деді Мақсат жылдам көзқараспен. Кенет шабыт келгендей сезіндім. Күмісай, мен шығармашылық демалыс аламын, ірімшік жасауға кірісемін. Тыныштық орнады. Күмісай оған қарап, сосын қазанға қарады. Жүрегі белгісіздікке қорқыныштан қысылды. Бірақ оның көздері сондай жұқпалы шабытпен жанды. Ол қайта тірілгендей, бұрынғыдай жарқырап тұрды. Ірімшік жасау, деп қайтадан сұрады Күмісай, терең тынысты тыя отырып. Ақша бітуде. Мақсат, сен не істеп жатқаныңды білетініңе үміттенемін. Мен бәрін есептедім.
Күмісай, біз бәрін орындаймыз деп сендірді ол оны және мықтап құшақтап. Айлар өтті. Күмісай әр кез жұмысынан қайтып келе жатып, ас үйдегі қазан санының артқанын көрді. Әр қайсында бірдеңе көгеріп жатты. Кейбіреулеріне ірімшік пен сүт қоспалары жарқ етіп қақырып жатыр еді. Жақында арнайы ірімшік қалыптары сөрелері пайда болды. Тоңазытқыш бөтен иісті түрлерге толды. Мақсат оны қуана қарсы алып, ас үйге келіп, өзінің ойынша жаңа шедеврді татып көруге шақырды. Бірақ дәмін көрген соң тағы бір тәжірибе қоқысқа тасталғанын хабарлады. Бір жақсы күні Күмісай үйге келгенде, күйеуі оған кішкентай ірімшік пісіп бітіп қалды. Күн суық, ірімшік бітіп қалды деп қайталады. Күмісай бұл жаңалыққа үйге әкелді. Мақсаттың көздері қызу, шабытымен жанды. Олар екеуі де Мақсат жинаған ақшасының таусылып бара жатқанын білді. Күмісай, тыңда, мен гараж жалдауды ойлап жүрген едім. Ал мынандай мүмкіндік шықты деп ықыласпен сендірді Мақсат. Мүмкін соңғы мүмкіндік шығар. Бірақ дәл қазір бастамасақ кейін болмауы мүмкін. Күмісай көрді. Ол осы айға толық берілген. Кішкентай табысқа қаншалықты шабыт алғанын байқады. Қорқынышқа қарамастан Күмісай да жанды. Ол күйеуіне сенді. Алғашқы уақытта өте қиын болды. Жинаған ақшаларының соңғысынан 1,5 тонна сүт сатып алып, сынақ партиясын пісірді. Мақсат күндерді жалға алған цехта өткізді. Жақсысы, иесі олардан ақша алмады. Өйткені олардың ісі әлі толық жүргізе алмайтынын білетін. Оларды бастауға жергілікті ауылдық технолог көмектесті. Бір кезде электр қуаты үшін ақшаларды жетпей қалғанда, олар қараша айында цехтың есігін жауып, ірімшікті тоңазытқышқа қалдырды. Сәуірде ұлдары дүниеге келді. Бос тұрған үйді реттеп, тұрмысқа бейімдеді. Қиындықпен өмір сүрді. Алғашында қалада қосымша жұмыс жасап, кейін пісіп жетілген ірімшіктерді сатып күн көрді. Біртіндеп олар цехты толық жабдықтауға мүмкіндік алды. Термо есіктер қойып, тоңазытқыш жүйесі мен пісу камерасын сатып алды. Алғашқы екі қиын жылының ішінде олардың ірімшігінде ешкімде жоқ, ешқайда ұқсамайтын ешкі, қой және сиыр сүтінен жасалған ерекше халық мәдениеті пайда болды. Жергілікті фермерлік шаруашылықтары мен келісімдер логистиканы жеңілдетті. Мақсат пен Күмісай өздерінің жеке ірімшіктерін жасауды шешті. Нағыз зауыттықтардан әлде қайда жақсы шықты. Өйткені Күмісай сүттің кремін алмай, бетін сүтті қолдануды ұсынды. Осылайша ірімшікті ең құнды нәрсенің бәрі сақталады. Біршама уақыт өткен соң, астаналық мейрамханалардың иелері олармен байланысып, өте тиімді ұсыныстар жасады. Жігіттер жаңа, берік әдемі үй салды. Ауылдағы ең жақсысы болды. Шаруашылықтарын кеңейтті. Ал олардың ұлы табиғат аясында сау-саламат өсті. Өмір біртіндеп реттелді. Бір күні Күмісай поштадан іскерлік хаттар топтамасымен оралып келе жатқанда таныс қымбат көлікті көрді. Терезе төмен түсті де ішінен Мақсаттың әкесі шықты. Оның күлісі ештеңе жақсысының болатынын білдірмейтіндей еді. Қалай, әлі аштықтан тәлтіректеп жатырсың ба? Деп мазақтап сұрады ол, жас әйелдің қарапайым киімінен шошып. Осы ауылға келдің бе? Қандай қызық атау, деді ол, жалғандана сөйлеп. Ұлыммен сөйлесетінім бар. Отырың, жеткізіп саламын. Күмісай үндемей отырды. Олар жақсы салынған, берік үйге жақындағанда, Күмісай күйеуінің әкесінің көздері қалайша күйреген, ұлымның керексіз, сәтсіз тірлікте өмір сүруін күтетін түрін өзгергенін көрді. Бірақ оның аузы ашылды. Өйткені берік, мықты үйден Мақсат шықты. Күйеуі ер жетті. Күннен күйген еді. Оған қарай күлкілі, шат қуанышта жүгіріп келді. Бұл оның немересі еді.
Әке үнсіз қабағын түйіп отырды. Ол мұндай жағдайды күтпегенін айқын еді. Мақсат әкесін сабырлы қарсы алды. Оның даусында реніш те, ашу да жоқ еді. Тек біркелкі қадір-қасиет бар. Күмісай мен Мақсат қонақты үйге кіргізді. «Неге келдің?» деп тек сұрады Мақсат, әкесі шайын ішіп болған соң. Әкесі қысқа тұрып қалды. «Бизнесте қиындықтар бар. Салық қызметі қысым көрсетіп жатыр. Не істей алсам, солай сақтап қалуға тырысып жатырмын», деп ақырында айтты. «Мен активтердің бір бөлігін жасырғым келеді. Салық уақытын қысқарту үшін. Олар менің атыңа мұрагер ретінде жазылады. Уақытша амал». Мақсат оған сынай қарамай қарады. Бірақ Күмісай күйеуін жақсы білетіндіктен, оның әкесімен енді орындарын ауыстырғанын түсінгенін байқады. «Ойлаймын, ең алдымен сенің шаруашылығыңды көрсетейін», деді Мақсат. Әкесі айғайлап келісімін берді. Күмісай мен Мақсат ұлы мен қонақты өндіріс орнына шығарып, кіреберісте олардың дегустациясын аяқтаған қанағаттандарын туристерін тобы қарсы алды. «Турфирмалар біздің цехты туристік маршрутқа қосты», деп түсіндірді Күмісай. «Бұл тамаша жарнама және мүлде тегін. Барлық кең, таза плиталы мен болаттан жарқыраған орын, әр жерде тәртіп сезілетін. Жұмыс қызу жүріп жатты. Кейбір қызметкерлер сүтке ірімшік қоспалары мен ферменттерді алып, ірімшік жасау ванналарын толтырып жатты». Күмісай мен Мақсат оны шағын кесек жұмсақ, қалың қалыпталған, ірімшігі бар, дәмді ірімшікпен сыйлады. Әкесі татып көрді және көзінде таным сезімі пайда болды. «Тоқта», деп бұрқ ете қалды ол. «Мен осындай ірімшік астаналық мейрамханада жегенмін. Бағасы шарықтап тұрған еді». Ол таңғалу мен ұлын көрді. Ол тіпті бұл керемет ірімшіктің ол жетпейтін деликатес деп ойлаған, ұлының ірімшік цехының өнімі екенін білмеген. «Иә, ол біздің осы жерде шығады», деп сабырлы басын изеді Мақсат. Әкесі ұлының жетістігіне және нөлден бастап көтерген ісіне таң қалды. «Әке», деп Мақсат тік қарады. «Мен саған салықтан қашу үшін активтерді аудару сияқты көмек қажет емес. Мен өз бизнесімді өзім құрастырдым. Мұрагерлік қажет емес. Мен өзімді жасадым». Мақсат кідірді. «Мен саған тең құқықтағы әділ серіктестікті ұсынамын. Бізге бірге тамақ дайындаймыз, ал сен және анам менің әйелімді және біздің ұлымызды, сенің немереңді мойындайсыз. Ешқандай құрметсіздік болмайды». Әке таңғалуды жеңілген және қателігін толық түсінген, үндемей басын изеді. Ол ұсынысты қабылдады. Мақсаттың империясы өсіп гүлденді, бірақ олар тоқтап қалған жоқ. Күмісай ірімшіктің қышқыл дәмі мен жидектердің тәттілігінің керемет үйлесетінін байқап, өздерінің табиғи жидек джемін шығарды. Көп ұзамай Мақсат өздерінің шоколад өндірісін үйренді. Олар эксклюзивті конфеттер жасады. Ақ, қара және сүтті шоколад. Өздерінің фирмалық ірімшігі мен джемінен толтырылған, оны Мақсаттың әкесінің дүкен желісі арқылы сатты. Ол енді әріптес емес еді. Әртүрлі пішіндер мен түсті конфеттер мектептік экскурсияға келетін балалар арасында нағыз хитке айналды. Мақсаттың әкесі тең құқықты әділ серіктестің олардың отбасыларының татуласуының қоғамдық символына айналды. Жақын махаббат болмағанымен әрқайсысы бір-біріне лайықты құрмет көрсетті. Күмісай өздерінің дені сау, ақылды ұлын қарап, ол ересек таңдау жасайтын кезде ешқашан жолын кеспейтінін білді. Оның отбасылық тарихы бәріне көрсеткендей, шын мәніндегі құндылықтар мен табандылықтың ең маңыздысы, ал алдын ала ұстанымдар мен қорқыныштар екінші орында. Әңгіме ұнаған болса, арнама тіркеліп лүпіл басып кетеміз. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.